2019 жылы Қазақстан жеңіл атлеттері үшін өте бай әрі түрлі жарыстарға толы жыл болды. Наурызда Гонконг қаласындағы жазғы Азияның жастар біріншілігі жоспарлануда. Бұл чемпионаттың іріктеу кезеңі Теміртау қаласының жеңіл атлет жұлдыздарының қатысуымен қыс айында Өскемен қаласында өтеді. В этом году у нас был экспериментальный. Осы жылы бізде эксперименталды Қазақстан кубогы өтті. Қыс және жаз айларында өткен болатын. Осы эксперименталды жарысты ары қарай келесі жылы жалғастыру көзделіп отыр. Жарыс 2 кезеңнен Өскемен қаласында өтетін болады. Ересек спортшылар арасында жарыс маусымы жалғасады. Қазақстан көшбасшылары және Теміртау жеңіл атлеттерінің қатысуымен сәуір айында Катар мемлекетінің Дохада қаласында ересектер арасындағы Азия чемпионаты өтеді. Следующий год планируется Всемирная универсиада. Келесі жылы бүкіләлемдік универсиада жоспарлануда және ересектер арасында Доха қаласында жарыс өтеді. Ол қыркүйек айының соңы мен қазан айының басы аралығында жоспарланып отыр. Ересектер арасындағы әлем чемпионатына қатысу үшін белгілі стандарттарға сай болу керек. Бұл стандарттарды іске асыру 2019 жылдың қаңтарында бастау алады. Жеңіл атлеттер үшін дәл осы олимпиаданың әлем кубогына өту оңай болмайтын деп тұр. Сол себепті спортшылар алдағы олимпиадаға бар күштерін салып дайындалуда. Нам нужно сейчас спланировать, как мы будем готовиться. Біздің қазіргі уақыттағы жұмысымыз алдағы қазан айындағы чемпионат пен одан кейінгі жарыстарға дайындық жоспарын әзірлеу. Бүкіл әлемдік универсиадаға да қатысу жоспарымызда бар. Сол себепті қазіргі таңда біздің спортшылар бар күштерін салып дайындалуда. Универсиада мен Азия чемпионатының жеңіл атлетика спорт түрінен бас жүлдеге үміткер Мария Овчинникова. Өкінішке орай биыл ол Азиада ойындарының іріктеу кезеңінен өтпей қалды. Сондықтан бұл Теміртау спортшысының дем алып күш-жігер жинауына үлкен мүмкіндік болды. Қазіргі кезде жеңіл атлет өзін жақсы сезінеді, бірақ бұл алдағы жарыстар үшін жеткіліксіз. Өз көрсеткішін жақсарту мақсатында қазірде жаттықтырушысымен бірге қызу дайындық үстінде.